Бүгін бізде шырылдайды қоңырау, біз сабақты бастаймыз. Партамызға отырып, жалқаулықты тастаймыз. Жаңа білім алуға алға қадам бастаймыз. Ал енді балалар, бүгін бізде жаңа тақырып. Бірінші, тыңдаймыз. Балам өзіне ұнаған тостағанды таңда қымыз құйып берейін. Балам өзіне ұнаған тостағанды таңда қымыз құйып берейін. Мен қазір тақтаға Айлинді шығарамын. Апай, Балам өзіне ұнаған тостағанды таңда қымыз Айлин, келе ой. Бір тостағанды бас. Балам өзіне Қандай сөз ұнаған шықты? тостағанды таңда қымыз құйып берейін. Жарайды, отыра ғой. Биік ат шыға ғой. Балам өзіне ұнаған тостағанды таңда қымыз құйып берейін. Қандай ғой. Балам өзіне ұнаған тостағанды таңда қымыз құйып берейін. Жарайды. Жайына шыға ғой. Балам өзіне ұнаған тостағанды таңда қымыз құйып берейін. Балам өзіне ұнаған тостағанды таңда қымыз құйып берейін. Жарайды. Айлин тұр. Жарайды. Айлин шашына ғой. Оқи ғой. Жарайды. Жарайды. Отыра ғой. Ал енді балалар, картаға қарайық. Картада қандай суреттерді көріп тұрмыз? Бөрік. Бөрік. Ой, бұның бәрі қандай әріптен басталды? Балам өзіне ұнаған тостағанды таңда қымыз құйып берейін. Бүгін сонда біздің өтетін тақырыбымыз Ө дыбысы және Ө әріпі. Ал енді бәріміз тақтаға қарайық. Кітаптағы суретті жаздық, иә? Тыңдаймыз. Оқушылар, экранға назар аударамыз. Видеоға мұқият қарап, осы видео желісі бойынша әңгіме құрастырыңдар. Ал енді біз видеода не көрдік, балалар? Видеода не көрдік? Видеода біз қыз көрдік, иә? Әсел апасына өрнек салды. Өрнегі өте әдемі шықты, иә? Және оны апасы өрнегі үшін не істеді? Мақтады. Иә? Не істеді? Әсел өрнек салды. Өрнегі әдемі шықты. Әже соны не істеді? Мақтады. Ал енді бұл әнді кім айтып бере алады? Айтау. Ja. Ja. Жарайды. Жарайды, тағы айтады. Айтау, Аяна. Айтау, Аяна. Бітті. Мақта. Өрнегі әдемі. Жарайды. Аяна, Аяна айтау. Жарайды. Ал енді балалар, қаттаға қараймыз. Қандай әріп көріп тұрмыз? Өн айтқанда біздің қай жеріміз? Кім қайым? Ерік. Сонда бұл қандай еміз? Жіңішке? Ашық. Өн кетінші. Қандай дауыс? Жіңішке. Ашық. Ерік. Дауыс. Ал енді балалар. Жарайды, тақып айтады. Айтауында қашып. Жарайды, айтау өте барсын. Жарайды, дұрыс балалар, біліп қалдық, иә? Өмен танысты. Ал енді тақтаға қарайық. Сәлем балалар, мен Ө әрпі боламын. Мен жіңішке дауысты дыбыспын. Өрік, өзек, өрмекші сөздерінде сөздің басында кездесемін. Мені айтқан кезде ернімізді дөңгелетіп, Ө деп айтамыз. Өн айтқан кезде қалай айтады екенбіз?
Durs, jaraydi. Bo'ldi, endi shunaqa so'zlarni tanishamiz, ya. Bo'ldi. Sizlar tinch to'xtaysiz, ajinni alga qaraysiz. Barimiz birga davoslab o'qiymiz, ya. Jazmangizni eshitdingmi, qizlar? әрпін жазып үйренейік. Олар басы және шәпке бөлінеді. Ө әрпінің бас әрпі. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламды қойып, оңнан солға қарай доға жасай отырып иеміз. Сызықты жазу жолының астыңғы сызығына тигізе, оңға қарай доға жасап, оны доға сызығы арқылы бастапқы нүктемен қосамыз. Жазу жолының үстіңгі сызығын бастыра, доға сызықтар арасын қосып, белгілі сызамыз. Ө әрпінің кіші әрпі. Жазу жолының үстіңгі сызығынан сәл төмен қаламды қойып, оңнан солға қарай үстіңгі сызықта. Ал өні бәріміз бірге алға жасайық балалар. Бәріміз қолымыз созамыз. Қолымыз созамыз. Бәріміз өні жазамыз.
ballar. Oldu. Hadi ballar kullanmayız. Kabinete oturmuş. Kabinete kalmak istemiyorum. Выдержать свои, да? А тебе посыпай же замсу. У меня режим отдать, чтобы надо не начинать. Пойди сама что-то. Очень тише, сейчас не успею. А ты уже замс? Вы просто клиники? Нет, нет. Он нет, сколько слышал. А я буду садок. Он посмотрит, присек, ты будешь. Вы помогай, присек. Нет, покажи немец. Посыл юге. Дұрыс, жіңішке дауыс бар. Нет, басқа немец. Кеше өткен. Кеше өткен күннің жанына дейміз. Дұрыс, сөз басында ортасына келіп кел, соңында. Дұрыс, жіңішке дауысты бесеу болды. Өте көп жағдайда бірінші мында жасалады екен, иә? Көп жағдайда. Есте сақтаймыз. Ашық, еріндік, жіңішке дауысты бесеу. Сөз басында ортасына келіп, соңында. Айсесін жұтамай жасау. Астында көп сөз бар. Өмірге күйше дейді. Күйардан не берген? Есметті? Күйардан жаттап келеміз үйге. Содан кейін бағанағы екі өлең жолын жаттап келеміз. Үні, қажа, үлдір, бақта, сайрар, жаттап келеміз. Түрлі бұл ойнарыз. Бұл аймақты жол барыз. Сөйлемді жазып, және есі басасыз. Әдемі шашаңыз өте баяу жазусын сыныпты. Марат метод. Ұзақ аясыз жылдан метод баяу жазуын, диктант жасамай отыр. Есте отыр, білмеймін. Жаман сөйлеген сөйлетін не? Әдемі жазуыз. Өте бір жазуыз. Әдемісін жазуын және жазуыз. Жеңіп бақшы, не? Оған дейін отыр. Жаз. Өз. Әдемі жазуыз. Böyle bir şey değil. İşte tamam senin. Sen söz. Böyle bir söz. Bir söz. Yeter artık. Hadi kapayalım. Suara